Оқушылар ана тілінің 25-ші сабағы. Бүгінгі тақырып жаңа сабақ тасымал. Ережесімен таныс болыңдар. Тасымал сөздің жолға сыймаған бір немесе бірнеше буынның келесі жолға бөлініп жазылуы. Тасымалдау кезінде еске ұстайтын мына ережелерді міндетті түрде іштеріңнен қайталап отырыңдар. Сөзді тасымалдау буын жігінен басталады. Мысалы, төменірек, осылай тасымалданады. Екінші ереже и және у дыбыстары бар сөздерді буынға бөлгенде бұл дыбыстар келесі буынның басында келеді және солай тасымалданады. Дауыс, дайындық, құйын, сауат. Балалар, екінші ережені міндетті түрде қарап алыңдар және сол ереже бойынша дәптермен жұмыста мен сендерге тапсырма беретін боламын. Тасымал. Өлеңді тыңдап, бесік жыры. Айналайын шырағым, көлге біткен құрағым, жағамдағы құндызым, аспандағы жұлдызым, әлди балам, әлди ай, айналайын балам-ай, айналсын сенен анаң-ай. Халық ауыз әдебиетінен. Балалар, өлең неліктен бесік жыры деп аталады? Дұрыс айтасыңдар, өйткені баланы ұйықтату барысында қазақ халқы ерте заманнан бесік жырын айтатын болған. Бесік жырын тыңдап өскен бала келешекте өте жақсы, жоғарғы деңгейдегі бала болатын болған. Өлеңде ана баласын нелерге теңеген? Құндызым, жұлдызым, мына жерде м әрпі қалып кетіпті енді. Құрағым. Оларды былай сөйлем құрауға болады. Сабағынан жақсы баға алған баласын анасы құндызым деп еркелетті. Балалар, осы жердегі құндызым сөзін біз тасымалдап тұрмыз. Құрақ, жұлдыз, бала сөздерін жазып келе жатқанда жолға сыймаса қалай жазасың? Міне балалар, бұлай жазамыз. Құрақ, жұлдыз, бала. Бұлар бұдан басқа жолмен тасымалданбайды, себебі бұларда екі буынды сөздер. Жазу жолына сыймаған сөз буынға бөлініп тасымалданады. Сөздердің тасымалданбаған бөлігінен соң сызықша дефис қойылады. Ұстаз, дәрігер, дәрігер. Мысалы, балалар қараңдаршы, мына жерде тасымалданбаған деген ұзақ сөздің өзі тасымалданып тұр. Тасымал бөлек, данбаған деген бөлек жазылып тұр. Мысалы, осында тасымалданбаған деп те айтуымызға болады. Тасымал болады. Данбаған. Сол кезде тасымалданбаған бөлігінен соң сызықша қойылады. Міне, мына жерде көрініп тұр сызықша. Мына жерде бөлініп деп тұр. Бөлініп. Мына жерде де сызықша тұр. Осыдан ақ қарауға болады. Екінші жаттығу, сөздерді тасымалдау белгісін қойып, көшіріп жаз. Құрақтар, құндыз, жұлдызша, бала. Балалар, мен сендерге қосымша тағы көрсетіп кетейін. Құрақтар және құрақтар, құн, сызықша дыз, жұлдызша деп жазылады. Мына жерде жұлдан кейін сызықша қойылады, дызша. Мына жерде жұлдызша болады. Бала, мысалы, балалар деп бөлуге де болады, тасымалдауға болады. Үшінші жаттығу, жұмбақты оқы, шешуін айт. Даладай кімнің пейілі, данадай кімнің мейірі. Жауап, балалар, ана, суретте көрсетіліп тұр. Ендеше дәптермен жұмысқа көшейік. Балалар, 25-ші сабақтың көркем жаз бөлімінде с әрпін жазған. Міндетті түрде әдемілеп дәптермен жазып қойыңдар. Суреттегі құс атауларын тасымалдап жаз. Бірінші суреттегі қарлығаш, оны қарлығаш деп бөлдік және қарлығаш деп тасымалдадық. Енді неге ұқсайды? Түйе құсты өздерің жазыңдар. Мен бағана бірінші айтқан ережеде сәйкес келетін заңдылық бар. Комментарийға жазып кетіңдер. Сау болыңдар. Каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Каналға